Жақсы, бүгін бізде сотталушы Думан Алмасов Мұхаммедкәрімге сізге соңғы сөз құқығын береміз. Соңғы сөз құқығын кезде мен сізді түсіндіремін. Біз сізді соңғы сөзіңізді бөлмейміз, тоқтатпаймыз. Өз сөзіңізді айтып болған соң бізге айтыңыз. Аяқтаған соң. Жақсы ма? Жақсы, сізге соңғы сөз құқығы береміз. Мен ұзақ сөйлемеймін. Соңғы сөз дегендеріңіз шынымен біртүрлі естіледі екен. Бірақ мен қайсысына болса да дайынмын. Соттап жүргендерде атып тастасаңыздар да бәріне дайынмын. Мынау қазақ елінің конституциясы. Біз мұны ата заң деп айтамыз. Бұрын соңды Нұрсұлтан Назарбаевтан келмей тұрып, қазақта заң болмағандай, қазақта мемлекет болмағандай, қазақта жер болмағандай барынша сөйтіп көрсетуге тырысты. Халықты әбден алдады, халықты әбден тонады. Қызығы сол, салыстырмалы түрде айтатын болсаң, ақш, Жапония, Британия мемлекеттігі қанша жүздеген ғасырлар бойы келе жатқан конституцияларының өздеріне қанша бірде-бір өзгеріс енгізілмеген мемлекеттер бар. Ал біздің конституцияны 93 жылы қабылданған, тарихтан сызып тастады. Тоталитарлы жүйе, автократтар. Ұялмай қызармай 98 жылы, 2007 жылы, 2011, 2017, 95 одан белгісі бар. Тіпті мына Тоқаевты соның істегенін қайталап, ойбай реформа деп елді алдап сулап, сайлауды қалай өткізеді, заңды да солай қабылдатып, көптің бетіне топырақ шашып, алдап сулаумен келеді. Бір шетінен қарағанда, олардың үйтіп істеген дұрыс та болды. Сөйтпесе халық оянбас деп те ойлаймын. Қазаққа біз өз сондай ұлтпыз. Көк бөріміз. Бізді әбден заландыру керек. Бізді әбден бір бұрышқа тығу керек. Сонда ғана қазақ қасқыр, әйтпесе ит болып кететін еді. Міне бізді бүйтіп өстіп 34 жыл бойы қанады. Ойларына не келсе соны істеді. Заңдар қалай жазғысы келсе солай жазды. Әбден зардақсы. Сіздер ойлайсыздар, Заманбек Нұрқаділовті, Алтынбек Сәрсенбайұлын, тағы да басқа бизнесмендерді, саясаткерлерді атып тастадық, басқалары қорқып қалады. Түрмеге салдық, басқалары қорқып қалады. Әкімшілік іспен қатын-қалашты қамаймыз, 405-тің екіншісін ілеміз, 5 балалы, 6 балалы әйелдер жүр, осы 405-тің екісін арқалап. Сонымен ауыздарын жабамыз. Байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма? Сіздер біреудің аузын жапқан сайын, оны шығып жатыр. Бір думанның аузын жаптыңыздар, міне қазір қаншасы қатты жүр. Сіздер қалай тырыссаңыздар да, мен сіздер дегенде ескертіп өтейін сотымыз. Сізге айтып тұрған жоқ. Мына прокурор оны мүлде ескермейін. Мен мыналарға айттым. Ақ орданы басып алған ұрыларға айттым. Мынау шұлғаудың деңгейіне түсіріңдер. Бұл адамның құқығын қорғамайды, халықтың құқығын қорғамайды. Тіпті сіздің де құқығыңыз қорғамайды. Мынау отырған жігіттердің де құқығын қорғамайды. Заң бәріне тең емес. Заң ұрыларды ғана қорғайды. Қалай десеңіз де, мына конституцияда демократия, адам құқығы, сөз бостандығы, цензураға тыйым салынды деген ұлы сөздер қалып қойды. Оны қалай алып тастағысы келсе де, қалай бұрмалағысы келсе де, бәрібір бар. Міне сол құқықтарым конституция заңсыз заңдардың өзінде менің құқықтарымды таптап отырсыздар. Мұхтар Әблязов бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Мен қ-ның немесе көшенің тағы да басқа қандай партия болса, тіпті жаманат өзінің кезіндегі аманат бұрынғы Нұр Отан аттарын өзгертіп алған. Оның да мүшесі емес. Мен ешқандай партияға қосылмаған. Думан Мұхаммедкәрім сыншы. Думан Мұхаммедкәрім ешқандай емес. Билікті де оппозицияны.
Иә, ана өткендегі сіздердің гений Мирза-Ходжаевтарыңыз айтты. Оппозицияны сынады, сенімсіздік, анау мынау деп. Иә, сынағаным рас. Бірақ ол заңға қайшы емес. Сын болу керек. Әлгінде айттым, қазақ қасқыр деп, қасқыр мінезі деп. Табиғат анаға санитар керек. Қасқыр болмаса, басқалардың түгел түгі қалмай құрып кететін еді. Біздің қоғамда да қасқырлар болу керек. Бүйтіп айтады. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Мына қазіргі өзім кезінде істеген мемлекеттік телеарналардың істегеннің барлығы нағыз арамдық. Халыққа ғана емес, мына отырған ұрыларға да қарсы жұмыс. Бұл ұрылар өздерінің билікке масайғаны соншалық мені мақтаса болды екен деп ойлайды. Ал мақтау деген нағыз барып тұрған жауыздық. Мұхтар Әбіләзовтың КДТ-ның да ешқандай қатысы жоқ. Олар тырнақтың астынан кіргізіп, менің аузымды жаққысы келіп, бір емес 4 рет әкімшілік іс қозғағанын, жаңағы бюджетке шақырдың, Ақбол орда айтпақшы, жаңағы халықаралық заң нормаларына қайшы қабылданған митинг туралы заңды. Соны түгел бола тұра мен бір емес бірнеше рет қамады. Ақша да olsun. Қызмет те olsun. Менің арым таза болу керек. Маған сендердің ақшаларың да керек. Маған сендердің қызметтерің де керек. Бірақ билікке араласу әр адамның азаматтық құқығы деп түсіндіріп бірінші болып, алғашқылардың бірі болып. Мен қоғам белсенділері арасында, азаматтық белсенділер, саяси көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарға үндеу тастаған. Мына Тоқаев мажоритарлы жүйені ашқан екен, пайдаланып қалай парламентке кірейік. Халыққа қарсы жұмыс істейтін заңдарды түгел түзетейік. Жаппай мыңдаған еліміз бойынша мажоритарлы жүйемен азаматтар түсті. Оның біреуі өткенде телефонмен сөйлесіп айтқан. Думанды жеке танымын, бірақ мен телефон арқылы бағдарламамды қалай жазсам болады деп ақыл кеңесін сұрап едім деп. Сол кезде мен оны айтқам, ол да қайталап берейін. Әр адам өз бағдарламасын өзі жазу керек. Менің бағдарламам сенің аудиторияңа, сенің қасындағы бірге тұрып жатқан көрші қолаңға қызықсыз болуы мүмкін. Атырауда ең күйіп тұрған мәселе не? Соны алып, ол соның бағдарламаны берді. Сол бойынша жұмыс істетті. Екінші орын алдым деп риза болып отыр, екінші орын емес, меніңше жеңіске жетті. Бірақ жүйе өз адамдарын қалайды. Біздің жақта мына Алматы өңірінде парламентке кіргендердің бұрынғы бандиттер елден ақша болып салып, базардағы коммерсанттар соны бүйтіп әбден үйренгендер. Сондайлар жинап алды. Содан кейін біздің заңымыз мынандай. Ұрылардың құқығын қорғайды. Ал халықтың құқығын қорғайтын шынайы халық, ұлттық заңдар біздің елде мүлдем жоқтың қасында. Сөйтіп бұлар мені бір емес 4 рет қамады, саудаласты, үйтті бүйтті, ақыры Думан 9 жылға кетесің, немесе кешірім сұрайсың, қоясың. Қоймаймын. Екінші рет келді 7 жыл. 7 жыл мен үшін мазақ. Мынаған айтқан сөзімді айтты. Келсеңдер 15-20 жыл өріңдір. Мен білем қайда барасың. Сотталып кетсең, атып тастасаң да. Мен қылмыскер емес. Аналар қылмыскер. Ал сіздер сот қатысушысыздар. Мыналардың барлығы өз ауыздарын құрғақ шөппен сүртіп құтылып кетеді. Кеше желтоқсанда жастардың түгел айдап салып араңдатушылық әрекет жасаған Нұрсұлтан Назарбаев 30 жыл іздеген. Тоқаевты өзін түк білмегенсіп отыра береді. Қарамағындағылар түк білмегенсіп отыра береді. Ал соттар, сосын прокурорлар тегін өзгертіп, көрші қолаң түгел өзінің немересіне тегін жасырып. Оны Ғалекеңнің кездескен бұрынғы судья айтқан. Бекер шығардым деп өкінеді. Бірақ ол шығарғаннан кейін өкінеді. Ешнеміз. Өмірбақи өзінің сүйекке таңба салады. Тегін өзгертеді кім? Тек сіздер.
Бұл сот бастан айтып келеді. Миф, фарс, бастан аяқ фальсификация. Бір ауыз сөзбен айтқанда цирк. Сіздің көзіңіз жетті, мен оны білемін. Жетті, сонда бірінші бетінен бастап соңына дейін оқып шықтыңыз ғой, қарадыңыз. Тергеуші бірінші беттегісіне, екінші бетте өзіне өзі қарама-қайшы сөйлейді. Менің қолдарым жасап, таныспаған дүниені танысқан қылды. Албаты біреулерді куә қылып әкеп көрсеткісі келді. Мынау отырған прокурор соның бәрін білді, бірақ алып келіп сіздің алдыңызға тастады, сізді алдырды. Сосын бұл прокурор не істеді? Сот жабуға түсіндіріп, бір куә ойбай думаннан қорқады екен деп, мен бір қарап шыққанды қолдаймын. Артынан өтірік шығып қалды. Облыс прокурорына стрелканы көріп еді, ол да болмай қалды. Қамауға алуы әкімшілік іспен 25 тәулік отырғанда есіктен шығармай алып кеткенде, сол кезде мұны үйренген жоқ атыспаққа жақсы деп бір емес бірнеше рет айтқан. Сол кезде мен білгем, түсінгем олардың не істейтіндерін. Мені хатадан шығармай, қолыма айтып, актісін ұстатпай тұрып, конвой келді. Екі жігітпен, бір басшысымен. Конвой келді. Содан кейін барып тергеуші келіп қолыма айтты, актісін ұстатты. Онан кейін барып сот өтті. Онан кейін барып 2 айға санкция берді. Сол кезде ана конвойлар мені алып кетті, Талдықорғанға. Сот өтпек түгіл, айып тағылмай жатып, конвой біліп отырды, думанды қайда құру керек екен. Осында келгенде сізге де айтқан, өтірік мына соттың барлығы. Мен біліп отырмын. Сізге 3 түрлі ма, 4 түрлі ма тастап қойып, соның біреуін оқисың, мынау қалай сөйлейді, осының біреуді. Кеңесу бөлмесінде кіммен сөйлесетіңізді, кіммен кеңесетіңізді де біліп отырмыз. Кім сіздің жұмысыңызды қадағалап, бір жеріңізді бұрап мамалатып жатқан да білеміз. Бірақ олардың барлығы оңай ұтылып кетеді, ертең сіз жауап бересіз. Халықтың алдында да, Алланың алдында. Сөйтіп қамап алды. 1,5 жылға созды. Тергеуге қатыстырмады. Бәрі бір түрлі адамның сенгісіз бір күлкілі жағдайлар болды. Мен бәрін айтып жүрмін. Маған келгенде бірде-бір заң жұмыс істемейді. Бірде-бір заң жұмыс істемеді. Отырған жерім Талдықорғаннан бастап. Тұрғылықты мекен-жайыма қарай Алматы облысы немесе Алматы қаласы төңірегінде ұстауға болады. Жоқ. Ойбай думанға Алматыға жақын тұратын болса, халық көтеріледі. Көлеңкесінен қорқып үйренген билік. Анау Талдықорғанға апарып тастады. Содан ақ білуге болады, аңғаруға болады. Не, қалай екен. Енді міне, осы жаққа ауыстыр деген кезде, міне жерде сүйретіліп, 3 аяқпен келіп жүрген кезінде, уақыт жоқшылығы мекемесінде орын жоқ деп айғайлаған. Әйтеусіз қаулы шығарып, тапты. 24 орындық уақыт жоқшылығы мекемесінде 35-40 адамға дейін жатты. Екі қабат төсектерді қойып, қазір дәл қазір барып көрсеңіз болады. Далада аспан астында адамдар жатыр. Сөйтсем жалғыз думан жау емес екен ғой, жау көп екен бұлар. Өздерін-өздері жау жасап жатқан. Сол кезде денсаулығымды менің ауырмайсың деп мойындамай Талдықорғанда. Бір емес 3 рет қарады. Бірінші ретінде мойындап қалды, екіншісінде ойбай ауырмайды екенсің деді, үшіншісінде жоқ ауырмайсың деді. Сол кезде неге изоляторға қайтып келген кезде дәрігерлер системаларын, дәрілерін түгелін көтеріп кеп, бүйрегіңден дейміз, беліңден дейміз деп дәрі салмақ болған. Сол кезде мен де жатып алдым. Мен ауру емеспін ғой. Дәрігерлер менің саусың деп айтқан. Онда мына неге келсіңдер? Ойбай сенің бүйрегің ауырады ғой, белің ауырады ғой, бауырың ауырады. Бұна қағазда жазылмаған. Бірінші сендер мойындаңдар, содан кейін барып емдеді. Ақыр қайтадан апарып, қайтадан тексеріп, содан кейін ауруымды мойындап, содан кейін сол жақта емдеуді бастаған. Сөйтіп жүрген кезде мен мына жаққа ауыстым. Жаңағы орын жоқ деген. Қапшағай уақыт жоқшылығы мекемесі. Осында келгенде зарқақсадым. Мында, мына мекемеде дәрігер деген жоқ екен, фельдшер деген жоқ екен. Система қоймақ түгіл, екпе сала алмайды. Таблеточный лечение деп айтты да. Ол таблетканы өзін сатып алып келуің керек.
Қанша осы жерде айтып, мына жерде таяқпен жүріп, ақыры прокурорлар араласты. Бақытжан Төреғожин, Евгений Жовкис, кім араласпады? Бәрі араласып жүріп, ақыры ауруханаға әрең дегенде апарып жатқызған еді. Енді кім ауруханадан шығармай жатыр? 4 күн болды. Дәрігер келіп маған айтады, сіз жазылдыңыз. Енді қалған жаңағы мекемеге барып емдесе алсаңыз да болады. Сізді шұғыл госпитализацияға ештеңе жоқ, ота жасаудың қажеті жоқ. Бетіңіз бері қарады, ол рас. Мен белім қазір ауруын қойдым, шынымен. Аяғым тоңуы да қойды, қолым да көп жазылып қалдым. Бірақ 100% жазылып кеттім деп айта алмаймын, бірақ енді бұрынғыдан қарағанда көп жақсын. Ал олай болса, сол жақсы болды. Ауруханадан шықсам шығайын. Рахмет сіздерге. Сөйтсе уақытша оқшаулау мекемесіне хабарласады дейді, бізде орын жоқ. Қалай, мен өзімнің хатамнан шықтым емес. Мен шыққаннан кейін қайтадан сол хата қайтуым керек пе? Жоқ, орын жоқ. Прокурор шақырсын, прокурор деймін. Сөйтіп дәрігерлер қайтадан келеді маған. Дәке, ренжімеңіз, сіздің ауруыңыз толық жазылмаған ғой. Әлі 1-2 күн емдей тұрайық. Бүгін прокурор шақырып, Әлімжан деген жігіт келді. Әгіні естіді, ол шамасы білмей болу керек, мына сценарийге кірмеген адам ғой. Аяқ астынан келді, дәрігерге барып, оны жетектеп алып келді, дәрігер оның көзін көтеріп айтты, дәкің жазылған. Біз алдыңнан шық деп айтып едік, шығармай жатыр деп. Кәне маған осы жерде выписканы бер, Думанның қолына. Уақытша оқшаулау мекемесіне алып барамыз, осы жерде жатқызамыз. Сол адамды неменеге ұстайсыңдар? Сол прокурор кеткен, дәрігерім қайта келді. Алмайтын болса, мыналар отыр, орын жоқ бізде. Сөйтіп ауруханаға әрең түсіп, мен шыға алмай жатыр. Мынау сел бар ғой, күлкім келмей тұрды. Басында күлкілі. Сонда мені не үшін соттап жатсыздар? Сіздерде мені ұстайтын түрмеде орын жоқ болса? Заречныйдың жігіттері жатыр, ана біреуі кесілген, біреуі тілінген, рақпен шіріп жатқан бар. Басында келгенде мынандай жарамен келіп, қазір бүкіл басы шіріп кетті. Менің қасымда жатқан пешін селезу өксі өліп қалды. Өліп қалған кісінің киім-кешегі ыдыс-аяғы әлі жатыр төсектің астында. Не анау кетпейді, не аурухана шығармайды, не туған туыстарын шақырмайды. Білмеймін, ол моргта шіріп жатыр ма, жоғалды білмеймін. Мүмкін запчастарға жіберіп тастаған шығар, бауырынан басқа жерлер болды. Ешкім білмейді. Кеше түнде мен жатқан палата, жаңағы 9 шаршы метр. Мен жатырмын. Ішіне шеге қадаған бір жігіт, оның да өзінің тарихы бар. Қарамай қойған, емдемей қойған, жаңа мен ауруымды емдете алмай жүрдім ғой. Сол кезде қаны қайнап кеткенде ішіне шегені бірақ тыққан. Қарны бірақ жарылып тақтырды. Соны алып кеп, ота жасап, соны әкеліп 2 төсекке жатқызған. Түнгі сағат 11:30 кезде дүңкір басталды. Сөйтсе, 3-ші адамда кіргізіп жатыр. Ол да онкологиялық дертке шалдыққан. Қол аяғы қалшылдап бүйтіп келді. Оған сен өлмейсің деп бір таблетканы беріп, қайтадан заречныйға апарып тастады. Ал мен, жаңағы дәрігерлер алды күні сау деген дума. Жатыр, орындалып. Ана жақта ақсақ-тоқсақ өлейін деп жатқан адамдарға орын жоқ. Уақытша оқшаулау мекемесінде маған орын жоқ. Орын жоқ деген бір жаңалық басып кетті, адам түсінбейді. Дегенмен, мен сізге өткенде айтқаным, мен денсаулығымды сылтауратып, денсаулығымның артына тығылмын. Осы емделгенім жетеді. Мен жоқ дегенде бір 10 жылға өзіме күш жинап алдым. Мынау 7 жыл сұрады ғой. Ар жағына қосып берсе де бұл. Мен Тоқаевқа жазғам желтоқсан айында. Мен бүкіл сендердің таққан айыптарын түгел мойныма аламын. Істемегенді істедім деп айтамын. Әйгерімнің істемегенін істедім деп айтайын. Аэропортты басып алған жалғыз Думан деп айта салайын. Марат Жыланбайды тыңдадым. Бульдозерден Алматыға шығып, пластик трубадан жасалған огнеметпен Астанадағы Ақорданы басып алмақ болдым деп. Мен айта салайын, Ақылбекпен Базаргүлді жібер. Қаңтарды да беғым ойныма жабасам. Бүкіл қаңтар үшін жібер. Мен ақ отырып шығайыншы деп. Жазғам. Ол аз болса, ана 16-да жатқан кезде пластик
бөтелкеге жасап тышқан аулап унитазға ағызған. Қасым Жомарт Тоқаевты білесіз ғой, кесілген терек, балалар таяқ алып жүгірген түйелер, басы холодильникке қысылған ит, солардың құқығын қорғаған жан жақсы көретін. Жанашыр ғой. Тышқанға жаныңа жейтін шығар, мен 30 тышқанды қырып тастадым, думан тышқандарға қарсы қасақана түрде алдын ала жоспарлап геноцид жасады деп айтсаңыз болады. 3 бейнебақылау камерасына түсірілген, мен қылмысымды мойындаймын. Соны біліңіз, өмір бақи түрмеге жабылды. Атып тастаңыз. Тоқаев үндемеді. Осы жердегі тергеушінің келтірген дәлелдері әлгі Мирзаходжаевты Оликстен тауып алдық деп, екінші тергеушінің айтқаны, бірінші тергеушінің ол қалай қаулы шығарғаны, лицензиясы бар жоқ, бәрі айтылды. Бірде-бір дәлел жоқ, ол дәлел болуы да мүмкін емес. Өйткені Думан кім сенеді? Думан КДТ-ның қолдаушысы кімге? Бастай мен 3 жыл болды Әбіләзовті жерден алып жерге салып жатқаныма. Олигарх, шахматист, кидалар, Қазақстанды Назарбаевты лақтырып кетті, Ресейді лақтырып кетті, орта жолдан Грузия мен Украинаны да лақтырып кетті деп айтқан мен болатынмын. Сол жайында осы сұхбат барысында сөйлестік. КДТ-ны құртқан Әбіләзов дедім. Көшеге мүмкін бір неадекваттар жинап алыпты деген баяғыда бір әңгіме айтылған болатын. Ол менің аузымнан шықпаса да, менің арнамда айтылды. Бірақ мен оны сынасам да, Мұхтар Әбіләзов оған ренжіген жоқ. Ол маған келісіп, 2 рет тікелей эфирде сұхбат берді. Неге? Өйткені ол демократ, ол сынды қабылдай алады. Мен осы жағына келгенде Мұхтар Әбіләзов азамат. Прокурор қасып қасыңда болды. Мұхтар Әбіләзов азамат. Ол экономист, ол банкир. Елге келетін болса, ол премьер-министрліктің қолға алатын болса, тіпті қаржы министрлігінің қолға алатын болса, көсегіміз көп өретінде сенімдімін. Я, ол мықты саясаткер. Сенің Тоқаевыңнан қарамын. Әкежан Қажыгелдин де сондай мықты азамат. Бергер Ысқалиевті қудалады, оны білеміз. Не үшін қудалаған, қалай болған. Нұрсұлтан Назарбаев қандай компромат, қандай видео түсіріп алған. Білесіздер ғой, ол садист бір жас қызды өлтірді деп айыпталған. Шашынан түйреп, зорлап. Нұрсұлтан Назарбаев. Біз оны Бергер Ысқалиев қолында бар екен. Қуып шықты шетелге. Ал Бергер Ысқалиев кезінде әкім болып тұрған кезде, ауылдардағылар жүргенде, ақша артылып қалды, тас жол тартайық десек. Қай көшеге, қандай жерге тас жол керек деп сөйтіп жүрген. Бергер Ысқалиевтің кезінде Атырауда жолдаймен тақтайдай болып тұрған. Осы қаңтар көтерілісінен кейін барып көрген кезде Атыраудың орталығында жүре алмайсың. Украинадағы Ресейдің ракеталары түскендей тура, ой, шоқ. Сол кездегі ақсақалдар айтып отырған, айналайын берген кезінде біз мынандай жолды білмей едік. Сол сияқты азаматтардың түгелінен мен сұхбат алдым. Билікті ішімдейсе тұз жолы. Сынамақ түгел сынады. Ол мен конституция құқығым. Мұның не деп маған айттақты? Экстремистік ұйымды қолдаушы, қатысушы, қаржыландырушы, КДТ-ны қалай байланыспайды. Билікті сынады деп айттақ. Мен осы жерге айтып беремін саған. Билікті сынадым, е. Оны дәлелдеп бересің. Мен өзім тауып беремін. Кез келген сұхбат. Ал анау сенің айтқан өтірік, жалған. Мен ешқандай КДТ-ны қолдаған да жоқ, оған қаражаттар жинаған жоқ. Мұхтар Әбіләзовтың адвокатына ақша жинаған рас. Ол саяси тұлға. Ол экстремист емес. Ескі жаңа Қазақстан деген миф бар. Маған көп адамдар хат жазып, сендіруге тырысты. Сені қамаған Тоқаев емес, сені қамаған Назарбаев және соның адамдары. Ол сені Тоқаевпен шағыстырып араларыңа от салып, жаңа Қазақстан жамандатқысы келгеннен кейін арандатып жүрді. Ойланасың. Бірақ ұзақ емес, 2 секунд ойлансаң дешті. Айналайын деп, егер жаңа Қазақстанның лидері тәтәй менің саяси ісімде, саяси астары жоқ деп білмесе,
Онда ол неге Нұрсұлтан Назарбаевтың кезінде қабылданған ескі Қазақстан заңдарын пайдаланады? Неге мен ескі Қазақстанның заңдарымен сотталуым керек? Басында Тоқаев келген кезде оны тартып едік. Пора на митинги адекватно смотреть деген кезде мынадан бірдеңе шығады. Содан ұялмай қызармай өзі мына конституцияны қайтадан өзгертіп, елбасы деген заңды жоямыз деп алдап соғып. Одан бетер бытшытып тастады. Ал жаңағы ескі Қазақстанда қабылданған экстремизм тағы басқа заңдардың түгелін әбден извращать етіп тастады. Өткенде Мирза Қожаев айтып қойды, экстремист деген дейді, ойы, пікірі өзгеше адам дегенді білдіреді. Я халықаралық енді бұл жаңағы сөздің аудармасына жабысы бар, соның аясын кеңітіп жібергенде, есі дұрыс мемлекеттерде экстремист деген ол билікті күшпен басып алу, теракт жасау, төңкеріс жасау. Былайша айтқанда лаңкестік ұйымдарға, лаңкестік ұйым басшыларына қаратып айтылатын сөз. Ал бізде экстремист кім? 5 баласы бар қатын, қолына таяқ ұстаған шал, журналист, адвокат. Сосын біреудің пәтеріне жөндеу жұмыстарын жүргізіп, әрең күнін көріп жүрген ақсақ-тоқсақ қыз-келіншек, қыз-жігіттер. Солар түгел экстремист болып жүр. Сонда мен түсінбеймін. Мына жаңа Қазақстанда мына Тоқаев бәрімізде жау жасаған кезде ол өзін шынымен тигр болып кетемін деп есептейді ма? Қарма жайната ма жоқ? Қысқасы Тоқаев емес, Назарбаев тұр, немесе басқа біреу тұр деген бәрі бос сөз. Тоқаев пен Назарбаевты бөліп қарауға болмайды, екеуі бір. Два сапага пар. Қазақстан тарихында бірінші рет Самат Әбіш 8 жыл шартты түрде сотталды деген білуге болады ғой. Ал жаңағы ұрланған ақшаны қайтардым деген ол оң қалтадан сол қалта салу. Сосын мен жерде маған ағайындар хат жіберген екен, қысқаша ғана айта салайын. Думан айналайын, керексің бізге, түрмеден шығуға тырыс. Келісімге бар деген төңіректе. Жоқ. Мен істемеген нәрсені істедім деп айта алмаймын. Егер де дәл қазір мына жерде айып тағылған болса, бұл билікті сынады, Тоқаевты сынады, Назарбаевты сынады деген болса, онда мен мойындайтын едім. Ал мынаны мен өлсем де мойындамаймын. Өйткені әу баста қателестіңіздер. Маған экстремизмнің қажеті жоқ еді. Әу баста. Мұхтар Әбіләзовпен немесе ана қтт көшемен байланыстырудың қажеті жоқ еді. Халық топас, тобыр, оларды біз алдап өтеміз, өстіп алдап солар думанды соттап жібере саламыз деп ойламаңыздар. Елдің бәрі біледі. 147 мың жазылушы біледі. Мен қай тақырыпта қалай сөйлеп жүргенімді. Миф. Сібәркелесең де жақсы. Сондықтан ана ағайынға айтайын дегенім, мен істемеген нәрсемді істедім деп сайқалсып, бекерден бекер шыға алмайын. Я рас, күннің ыстығына қарамастан, міне жерде өрт сөндіруші көлігі тұрғанына, собыр-мобыр тағыда оларды қақтаққанына қарамастан, мен қолда қанша азаматтар келіп жатыр. Шешем бір қылады, әкем бір қылады, Сайлауға қылады, Рысбекова қылады. Ыстыққа шыдай алмай. Қалай десеңіз де қанша азаматтар келіп мені қолдап жатыр. Бірақ мен ол кісілерді аяп істемеген істедім деп шыға алмаймын. Мен соңына дейін тұрам. Осымен соттап жіберсе, бұл биліктің әлсіздігін көрсетеді. Неге? Керақмал. Не құрылым? Билік заңды. Не құрылым билік мені? Көп қамайды. Соңғырым олар заңды көп бұзады. Не құрылым Ағырда заңды көп бұзады. Соңғырым Ағырда өзінің заңсыз билік екенін дәлелдейді. Яғни халық барлығына 100%-ға көз жетеді.
Ал егер мен мына жерде келісімге келейік жарайды деп бүйтіп шыға сал, 405-тің 2-сін қалдыр, 258-сін алып таста, бүйтіп мен кешірім сұрай салайын, давай шығара сал деп шығатын болсам, онда мен сынған боламын. Мен айнаға өзімнің бетіме тік қарай алмай қаламын. Сосын халықтың алдында ұятсыз боламын. Қалай ол істемеген нәрсемді істедім деп айтады. Ал егер мен сынбай өліп кетсем де, менің артымнан қазір думанға еліктеп шыққан 10 адам ертең 100 болады, көрсегені 1000 болады. Қазір сіздердің енектеріңізден бұрақ мамалап жатыр ғой. Санаулы күндер қалды. Олардың да енегінен бұрақ мамалататын күшті алды. Халық оянды. Иә, сөз жоқ. Пропагандонда телевизорды басып алды, телеарналардың бәрін. Егемен Қазақстан, радио, қай басылымға барсаң да, қай жерге жазсаң да, қай жерге айтсаң да, шындықты айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл жерде өңшіл көт жалақшылар, төбелей жалақшылар. Ал интернет біздікі. Қалай тырысыңыздар? Блоктаңыздар, екіншісін ашамыз, үшіншісін блоктаңыздар, төртіншісін ашамыз. Фейсбукте, Инстаграмда, ТикТокта, Ютубте біздікі. Пропаганда. Пропагандонда қалай өтірікті суша сапырсын, интернетте олар ондай жерге жете алмайды. Халық үйде телевизор көрмейді. Халық газет алмайды. Халық радио тыңдайды. Халық қана емес, өздеріңіз. Қай жерде отырсыңыздар, телефондарыңызды шұқылап көрген видеоны қарап отырасыздар. Ол не деген сөз? Демократия бәрібір жеңіске жетеді деген сөз. Демократтар ертең бәрібір билікке келеді деген сөз. Мен мұны Тоқаевқа бір емес бірнеше рет жазғам. Ей Тоқаев, ойлан. Мысалға, Қасым-Жомарт Тоқаев отырып осы жерде. Ол тұрған жоқ артында деп өтірік нетпей ақ қойыңыздар. Сол тұр. Айтса, Әйгерім Тілеужанова жас қызды бекер соттап жүрген екен. Бір қаршыдай қара қыздың аэропортты басып алды дегені бекер. Анау тергеуші мен прокурорлар шектен шығып кетіпті. Әйгерім шықсын, компенсация төлейміз десе. Марат Жыланбаев бүкіл әлемдегі шөл далаларды жүгіріп өткен жалғыз адам. Оның өзі қазақ. Бүкіл әлем оған табынады. Сендер қайтып қамақ қойдыңдар оны. Шығарыңдар Марат Жыланбаевты деп Тоқаев айтса. Басқалардың түгелінен жаңағы экстремизм түгел алып соны кейін мына баптарды айтса. Қалай ол? Бұларды қай жерлерге сендер ұялмай қызармай экстремист деп тұрсыңдар ей? Бұлар журналист, бұлар блогер, бұлар айтуға құқылы. Міне, аш. Мына заңдарды. Айтуға құқылы, бұлар демократия өз үлестерін қосып жатыр деп айтатын болса. Сосын мейрам келгенде Думан Мұхаммедкәрді де қоя бергіл. Әулестен 2 сұхбат алыпты. Пропагандондар қойылмаған сұрақтың барлығын қойыпты. Тіпті біз Мұхтар Әблестің бүкіл өмір баянын білдік қой. Шығарыңдар десе, міне онда Тоқаев өзінің демократы екенін көрсетеді. Көрсете алмайды. Өйткені оның айналасындағы кіржылар мен тыржылар оны істегісі келмейді. Яғни біздің қазақ елінде демократия деген қос сөз екенін көрсетті. Жаңағы соттың біріншісін ашық қылып, соңғысын ашық қылып, ортасындағы негізгі айтылған мәселелердің түгелін жабық қылып тыңдырғанда осы менің соңғы сөзімді жерге халықты кіргізіп тыңдатсаңыздар ма? Сол кезде бір кішкене болсын түсініс танытар едім. Ал енді ертең үкім шығарғанға адамдарды кіргізіп үкім оқып беремін деген цирк, одан сайын цирк қылып жүрген емес пе? Сіздің қолыңызда тұрған жоқ, аналар істеп тұр. Аналарға айтыңыздаршы, кішкене анда-санда ойланып, адам шығарып істеңдерші. Баланы қалай оқып тұр мыналардың түгел. Халық ештеңені ешқашан ұмытпайды. Интернет ештеңені ешқашан ұмытпайды деген бар. Енді интернетпен халықты қосыңыздар. Біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырда Томирис ханым Кир патшаның басын қалай алғанын білеміз. Ауыз әдебиеті, ауыз тарихы бір-бірімізге беріп өтпей келе жатырмыз. Интернет деген енді ойлап табылды. Wi-Fi
Bluetooth деген. Қазақта олардың жұмыс істеп жатқаны 2000 жыл болды. Қазір интернет бар. Қазір халық бар. Мынау да ұмытылды. Менің осы айтқан сөздердің түгелі ертең шығады. Кетеді. Тарихи ақиқат бәрібір орнайды. Халық түптің түбінде жеңеді. Демократия бәрібір орнайды. Сол демократия орнағанда есікті түрменің есігін бір теуіппен шығады. Ал сіздер қызарып ұялып отырасыздар. Сен ұялмай ақ қой. Сен отыра берсең болды. Мен көп сөйлеп сіздердің мазаларыңызды алмай, қысқаша ғана айтқаным осы. Сонан кейін менің қосарым уақыт мекемесінде отырсам да, түрмеде отырсам да, 3 бейнебақылау камерасы, анау қасыма стукаштар отырғызып, қаншасын тыңдап үйттіңіздер. Менің құпиям біреу бар. Менде ешқандай құпия жоқ. Мен жаңағы айтқан сөздерім түгелі Думан қатты айтты деп ойламаңыздар. Думан жұмсақ айтты деп ойламаңыздар. Менің 3 жыл бойы қақсап зарақсап айтып келе жатқаным. Міне осы Тәбәріш Тәкәевтің қанын қайнатты. Өкінбейді. Өкінетін біреу ғана 98 жылы Қажыгелдінің партиясынан шығып кетіп, басқа жұмысқа кетіп қалған. Сол кезде қалай беріп апайтса да жүре беруім керек. Осы уақытта түрмеден шығатын едім. Сол үшін ғана өкінемін. Басқалардың үшін ешқайсысына өкінбеймін. Қайта туылсам, қайтадан осыны жасаймын. Сіздер мені түрмеден шығарсаңыздар, қазір есікті ашып қоя берсеңіз де, яғни қойған жаңағы 3 жылдық талабы, анасы, мынасы, ютубқа запрет деген сияқты бірдеңелері бар ғой. Мен орындаймын. Түрмелеріңізде де мойындамаймын. Түрмеге кіргенде сіздердің ала киімдеріңізді киіп ап, зектердің орасында тып-тыныш жүреді екен деп ойламаңыздар. Ей, Тәбәріш Тәкәев! Эволюция емес, революция керек деп айттық қой. Түрмеден басталады, зонадан басталады. Өйткені саяси белсенділер мен саясаткерлердің бәрі сонда. Мен табан жақын қылдым. Аяқтадыңыз ба? Мен. Жақсы, сот сотталушының соңғы сөзін тыңдап, кеңес бөлмесіне кіреді. Сот актісі ертең 2 тамыз күні 18:00-де жарияланады.